Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге жұп-жұмсақ бал печеньесін пісіреміз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге қамыр қопсқышы, қант, май, бал, жұмыртқа керек. Ең алдымен 4 жұмыртқаны миксерлейміз. Сосын оған қамыр қопсытқышын шетінен қосамыз. Қантты да бөліп шетінен қоса береміз. Міне осындай аппақ болғанша миксерлейміз. Миксерлеп болған соң үстіне бал қосамыз. Сосын тағы да миксерлеп шетіне май қоса береміз. Әбден миксерлеп болған соң 750 грамм ұнды өткізгіштен өткізіп қосамыз. Осындай сағат тілімен бірдей бағытта шетінен қосып, шетінен миксерлейміз. Қоюлығы өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай болады. Ал енді тапамызды майлаймыз. Печеньеміз піскен кезде табаға жабысып қалмау үшін. Қамырды доп-домалақ етіп тіземіз. Міне барлық қамырды доп-домалақ еттік. Енді бұлардың үстіне жұмыртқаның сарысын өзін ғана бөліп алып, осындай бір тамшы тамызып қойсақ, әдемі болады. Пеште 180 градуста 12-15 минут піседі. Міне бізде 15 минут өтті, печеньеміз пісіпті, ал енді көрейік. Сондай әдемі болып пісіпті, және де бұл қолдан жасалғандықтан балалар да өте қатты жақсы көреді. Ішін ашып көрсек те сондай жұп-жұмсақ болыпты. Видео ұнаса каналға жазылып лайк басыңыз.